Бірінші кеңес. Тіл үйренуші алдымен үйренгелі отырған тілге деген қызығушылығы болуы керек. Екінші кеңес. Тілді үйрену үшін 5 аспектіні жүзеге асыра білуің керек. Олар оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым, сөйлесім. Үшінші кеңес. Тілді күнделікті тұрмыста қолдануыңыз керек. Төртінші кеңес. Сол тілде сөйлейтін халықпен күніне 2 не 3 сағат сөйлесіп тәжірибе жүргізген дұрыс. Бесінші кеңес. Әрбір тіл үйренушінің тіл білу қабілеті жоғары болуы керек. Тіл үйренушілерге 5 кеңес. Бірінші, сабаққа уақытында келу. Екінші, тапсырманы мұқият орындау. Үшінші, жазылымға көңіл бөлу. Төртінші, мәтінмен жұмыс істей білу. Бесінші, үй тапсырмасын мұқият орындау.